Қазіргі кезде барлық жерде хит болған фрукты в стекле жасаймыз. Мен осылай 4 түрлі фруктыда жасап көрдім. Бізге алдымен осындай жеміс-жидектер қажет. Жүзім, алма, киви, мандарин және апельсин алдым. Алдымен барлығын осылай жуып аламыз және де жаймендеп ақырындап барлығын ашып бастаймыз. Бірінші мен бананды ашыдым және де өзіңізге ұнаған формада кесіп аласыз. Мен үлкен-үлкен қып кестім, шағын-шағын қып кесіп алсаңыз да болады. Одан кейін мандаринді кесіп жатырмын. Барлығы видеода түсінікті көрсетілген. Өзіңізге ыңғайландырып, одан кейін кивиді де мандарин сияқты кессеңіз болады. Мен бірақ барлығын домалақ етіп кесіп алдым. Барлық жеміс-жидекті осылай кесіп аласыздар. Жүзімдерді барлығын бір-бірінен ажыратып, тазалап қойып қойдым. Одан кейін апельсиніміздің сыртын осылай ашып аламыз. Сыртындағы ішінде қалып қоятын ақтарынан да тазалап алсаңыз жақсы болады, ерінбей барлығын. Бұны да киви сияқты домалақ етіп кесіп алдым. Одан кейін бізге шпажка қажет осындай. Мен шпажкаға барлығын біртіндеп түйреп шығамыз. Негізі еш қиындығы жоқ, барлығының оп-оңай және де қолды ұстамайды. Барлығын осылай әдемі көріну үшін шпажкаға түйреп аламыз. Апельсинге мен видеода осылай бір шпажканы көрсеткенмен негізінде екеуі түйредім. Өйткені біреуінің күші жетпеді. Апельсинім өте үлкен болды, менің көлемі. Барлығын осылай дайындап алдым және де суынан құрғап тұру қажет. Міндетті түрде құрғақ салфеткамен сүртіп аласыздар. Ыдысымызға 2 стакан қант және де үстінен 1 стакан су қойып газге қойдым. Одан кейін дайын болған соң осылай сиропымызды үстеріне құйып, мұздай мұз болып тұрған суға салдым. Барлығын көріп тұрғандарыңыздай түрі өте аппетитный болып тұр қазір. Осылай барлығын біртіндеп дайындап алдым. Суда примерно 2 минуттай ұстадым. Өйткені мен көрген рецептерде ұзағырақ ұстау керек делінген. Қыздар, осымен дайын. Мен бірден айтайын шынымды, рецепт дұрыс шыққан жоқ, бір-біріне жабысып, бұл рецептпен жасамаңыздар. Қараңыздар, тықылдаған дауыс естілмейді, бірақ дәмі әдемі болды. Сағыз сияқты жабысып қалады екен. Қыздар, сіздер ойлағандай емес, видеода керемет көрсетілгенмен еш қалай шықпады.